Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызда еритін карамельный медовик дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қажетті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, мед, жұмыртқа, құмшекер, сода және сары май қажет болады. Отқа қоятын ыдысымызға сары майды, құмшекер, медті салып, жақсылап араластырып, толықтай ерітетін боламыз. Масса толықтай еріген соң сода қосамыз. Жақсылап араластырып отырамыз. Масса 2-3-4 есеге үлкейеді, мінекей ағарады, көпіреді. Одан соң оттан түсіреміз. Басқа ыдысқа құйсаңыздар да болады. Мен осы қазанда суытатын боламын. Біздің массамыз суыған соң осындай қоңыр түске енетін болады. Ал енді біз жұмыртқамызды біртіндеп сала отырып араластырамыз. Бұл жерде масса бізде суыту керек міндетті түрде, себебі егерде ыстықтай жұмыртқаларыңызды салатын болсаңыздар, ол пісіп кететін болады. Сондықтан біз массамызды суыту қажет. Одан соң ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп араластырамыз. Басында венчикпен араластырдым, одан соң лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластыру қажет, себебі венчикпен араластыру қиынырақ болады. Қамырымыз осылай орташа болу қажет, кішкене қолға жабысуы да мүмкін. Және де оны пищевой пленкаға орап, холодильникке 3-4 сағатқа қоямыз. Ол аралықта біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сметана, вареная сгущенка және сары май қажет болады. Құрғақ ыдысымызға вареная сгущенкамызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Бұл креміне қажетті заттар бізде үй комнатасында болу қажет. Алдын ала холодильниктен шығарып қоясыздар. Және де сары майымызды салып миксерлейміз. Одан соң сметанамызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз қамырға кірісетін боламыз. Осында ең алдымен колбаскалар жасаймыз. Және де оны 2-ге бөлеміз. Менде диаметр 21 диаметр болғандықтан мен 7-ге бөлдім, яғни бізде 14 корж шығатын болады. Егер де сізде пісіретін торттарыңыз диаметрі үлкенірек болатын болса, сіздер одан үлкендеу етіп кесетін боласыздар. Алдын ала духовкамызды қыздырып қоямыз, және де пергамент қағаздың үстіне қамырымызды жаямыз. Жайып болған соң 21 диаметрлік кольцомен із қалдырамыз. Ол біздің тортымыз біркелкі бірдей болып шығу үшін қажет. Барлығын осылай жайып, духовкада пісіретін боламыз. Мінекей біздің бірінші коржымыз шықты, барлық корждарды осылай пісіріп аламыз. Шет жақтарын осылай қолмен алсаңыздар да болады, немесе қайшының көмегімен алсаңыздар да болады. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен подложканың астына осылай кішкене крем жағып жібереміз. Енді барлық корждарымызды салып, тортымызды жинайтын боламыз. 2 ас қасық немесе 3 ас қасық крем жағып, тортымызды жинаймыз. Тортымыз біркелкі әдемі болып шығу үшін осындай кольцо қолдансаңыздар да болады. Егерде бұл жоқ болса, міндетті емес. Барлық тортымызды жайып шығамыз. Барлығын жасап болған соң бетін
пищевая пленкамен бетін жауып, холодильникке 6-7 сағатқа қойып қоямыз. Бағанағы шетіндегі корждарымызды біз блендердің көмегімен майдалаймыз. Біздің тортымыз дайын, кремдері коржға сіңіп, өте әдемі болып шықты, және де шет-шетін пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Жан жағын тегістейміз. Блендерден өткен крошкалармен біздің тортымызды қаптайтын боламыз. Жан жағын және үстіне сеуіп шығамыз. Әсемдік үшін мен осындай вишня қолдандым, ал сіздер клубника қолдансаңыздар да тіптен керемет болады. Біздің карамельный медовик тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, себебі өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.